2006 жылы 73 жастағы Шерман Шеземора туралы болған оқиға. Шерман өмірінің басты бөлігін Батыс Вирджинияда өткізген. Ол 50 жасқа дейін шахтада еңбек еткен. Одан кейін шіркеуде діни қызметкер болып жұмыс жасайды. Шерман 20 жыл әйелімен тату-тәтті өмір сүрген. Оның балалары есейген, өмірде тұрақталған азаматтар еді. Шерманның отбасы мен жақын қарым-қатынастағы адамдар оны асыл жанды, ашық жарқын, өте жайдары адам деп білген. 2006 жылдың қаңтар айының 19-на Шерман мен әйелі Руби күндегідей біреу теледидар қарап, біреу газет оқып, арасында кофе ішіп отырған еді. Кенеттен Шерман орнынан атып тұрып, дуалға қарап, өз-өзімен айғайлап сөйлей бастады. Ол қасында бір адам тұрғандай дауыстап, өзін-өзін тоқпақтай бастады. Руби қорқынышпен күйеуіне қарап, «Не болды? Кімге сөйлеп жатырсың?» дей берген сол еді. Шерман көзін бақырайта ашып, кірпік қақпай, әйеліне 5 минуттай қарап тұрды. Шерманның мұндай күйін бұрын-соңды көрмеген Руби оны қатты құшақтап, сабырға шақыра бастады. Ал Шерман жас балаша жылап, «Мені жалғыз тастамашы, мен қорқамын, мына адамдар мені өлтірмекші» деп қайталай берді. Сол күні кешкілік осындай жағдай тағы да қайталанды. Руби жедел жәрдем шақырды. Келген дәрігерлер оны психиатрға қарату керек деп кетіп қалған. Сол күні Руби қатты үрейленіп, балаларына хабарласып, жағдайды баяндайды. Алайда Шерман «Ешкімді үйге шақырма, олар мені тірідей көмбекші» деп дуалға тесіле қарап отыра берді. Содан бері 2 күн өтсе де Шерман бұрынғы қалпына келмеді. Оның отбасы, яғни әйелі мен балалары қатты абдырап, әкелеріне қандай көмек көрсетерлерін білмей әбден дал болды. Қалайша сап-сау адам бір күннің ішінде мұндай жағдайға түсуі мүмкін? Тіпті бұл психикалық ауру болса да, бір сәтте мұндай күйге түсуі мүмкін емес. Алдағы күндері Шерман айналасындағылардың бәрінен қорқа бастады. Ол үшін тек әйелі Руби үлкен қорған сияқты көрінді. Ол Рубимен ғана сөйлесетін, тіпті туған балалары да оған жау секілді көрінді. Қалайша оқыған, тоқыған, көзі ашық адам бір сағаттың ішінде елестер көре бастады. Ендігі күндері Шерман жұмыстан бас тартты. Себебі ол айналасындағылардың бәрінен қатты қорқатын болды. Бұл жағдай 2 аптаға созылды. Ал 2 ақпан күні Шерман азаптан құтылды. Себебі ол өз-өзіне қол жұмсайды. Дәлірек айтсақ, тапаншамен басына оқ атқан. Енді оның жан ұясында үлкен сұрақ туды. Олардың әкелерін бір күннің ішінде мұндай жағдайға түсірген не? Енді жақсылап, ыңғайлана отырып тыңдаңыз. Содан бірнеше күн бұрын Шерман өзін жайсыз сезініп, дәрігерге қаралады. Барлық талдауларды тапсырған Шерман өт қабына отау жасау керек екенін білді. Шерман әйелімен, балаларымен ақылдасып, тез арада отаға келісім береді. 19 қаңтар күні оған анестезия арқылы ота жасау керек болатын. Бұл Шерманның бірінші операциясы еді. Дәл осы отадан кейін Шерманның денсаулығы күрт өзгерген. Неге десеңіз, ақ халатты абзал жандар отаның басында анестезияны дұрыс жібермеген. Дәлірек айтқанда, 3 этаптан тұратын анестезияның бірінші тобын ғана салған. Ал қалған 2-ін ұмытып кеткен. Иә, жай ғана ұмытып кеткен. Операция 16 минутқа созылған. Шерманның көзін жауып тұрған бинтті ашып көрген медбике сол уақытта оның толық ұйқыға кетпегенін білген. Сол сәтте әбден абдырап қалған хирург пен анестезиолог жасаған қылмыстарын жасыру мақсатында үлкен дозадағы наркотикалық, яғни психотроптық препаратты салады. Мұндай препараттан кейін кез келген адам
соңғы 2 сағатта болған жағдайды түгелімен ұмытып қалады екен, яғни жадынан түгелімен өшіріледі. Ал енді Шерманның көрген азабына тоқталсақ, оған салынған бірінші анестезия оны тек қимыл әрекетінен айырған. Шерман барлығын сезіп жатқан, тек қимылдай алмаған. Оның көзі жабық болғаннан, оның толық ұйқыға кеткенін ешкім білмеген. Алайда Шерман барлығын сезіп, ол тіпті ішінің қалай кескенін, ішектерінің қалай қимылдағанына дейін біліп, қатты ауырсынудан тіпті 2 рет талып қалған. Ота тек 16 минутқа созылған. Тек 16-шы минутта медбике көзіндегі байлауды алған кезде оның ояу екенін білген. Және осы уақытқа дейін бәрін сезіп жатқанын білген. Үлкен қателік жібергенін білген ақ халатты абзал жандар осындай адам сенгісіз қатыгездікке барған. Енді неге Шерман отадан кейін ештеңе айтпаған десеңіз, жоғарыда айтқандай, оның жадынан соңғы 2 сағатта болған жағдай түгелімен өшірілген. Сол себепті 73 жастағы Шерман үлкен дозадағы психотроптық препараттардан соң қайта өз-өзіне келе алмаған. Тіпті мұндай препараттың аз дозасын қабылдаған адам неше түрлі елестер көріп, сандырақтап кетеді екен. 2008 жылы Шерманның жанұясы дәрігерлерді сотқа берген. Оларға өте үлкен соммада компенсация төленген. Бірақ олар әкелерінен мәңгі айырылған. Оның орнын ешқандай компенсация өтей алмайды. Мені көріп жүрген тұрақты көрермендерім, денсаулықтарыңызға абай болыңыздар. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Түніміз тыныш болсын.